Дана, сөмкеңді жинадың ба? Ертеңде уақыт бар ғой, сол кезде дайындаймын. Сабағыңды оқып болсаң, сөмкеңді дайындап қоюың керек. Сонда уақытың да көп болады. Әрі ұқыпты оқушы боласың. Ұқыпты? Ол қалай? Ұқыпты бала үнемі таза жүреді. Оқу құралдарын кірлетпей ұстайды. Сабаққа уақытылы дайындалады. Түсіндім, Алан. Оқушы тек ұқыпты ғана болмай, әдепті болу керек. Қалай? Әдепті бала әрдайым сабаққа дайындалып жүреді. Үсті басын таза ұстайды, үлкендермен амандасады. Сабақ басталмас бұрын оқулық, дәптер, оқу құралдарын дайындап отыру керек. Ал сабақта әдепті оқушы мұғалімнің айтқанын тыңдап, немесе жазып отырады. Иә, Алан, қоңырау болған кезде жүгіруге болмайды. Бірін-бірі итеруге де болмайды. Егер біреуді байқамай итерсең, кешірім сұрау керек. Мектепте ұқыпты әрі әдепті болсаң, сабақты жақсы оқитын боласың. Ал ұқыпсыз әдепсіз болсаң, еш ісің оңбайды, уақытың да жетпейді. Түсінікті. Қазір барып, сөмкемді дайындап қоямын.